Hello everyone, let's start our English lesson. Баршаларыңызға сәлем, ағылшын тілі сабағын бастайық. Бүгін біз сіздермен сөйлеу кезінде ең керек тақырыпты өтетін боламыз. Ол әрине сағат. Жалпы сағатты қалай айтамыз? Немесе қалай сағатты сұрауға болады? Немесе бізден біреу сағат сұраған кезде қалай дұрыс жауап берсек болады? Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ағылшын тілінде сағат немесе уақытты сұрау және жауап беру жолдары. Asking the time уақытты қалай сұрайды? What's the time деп сұрасақ болады, немесе What time is it деп сұрасақ болады. Яғни екеуінің де аудармасы бір. Сағат қанша болды? Could you tell me the time please? Өтініш, сағат қанша екенін айтып жіберіңізші деп сұрасақ та болады, сыпайы түрде. Ағылшын тілінде 12 сағаттық жүйемен ғана уақыт айтылады. 24 сағаттық жүйе тек олардың кестелерінде қолданылады екен. Do you happen to have the time? Сағат қанша екенін айта аласыз ба? Дәл осы тіркеспен сөзді құрасақ болады. Немесе Do you know what time it is? Сағат қанша болған білесіз бе? деп сұрасақ болады. Telling the time уақытты қалай айтады? Дәл қазір біз сіздермен практика жасайтын боламыз. Яғни ағылшын тілінде қалай сағатты дұрыс айтамыз. Міндетті түрде бізбен бірге болыңыздар және бізбен бірге айтып үйреніңіздер. Кеттік. Quarter past 3. 3-тен 15 кетті. Quarter past 7. 7-ден 15 кетті. 1 o'clock. Сағат 1 болды, 2 o'clock сағат 2 болды. Осылай o'clock деген сөздің алдына кез келген санды қойып, сағатты айтсақ болады. Quarter бізде 15 минут деп аударылады, ал half 30 минут деп аударылады. Яғни жарты дегенді білдіріп тұр. It's қазір сағат айтқан кезде осы it's деген сөзден бастап сөйлемді құраймыз. Одан кейін exactly, топ-тура, about, шамамен, almost, жуық, just gone, кетті деп сөйлемді құрасақ болады. Мысалы 5-тен кетті, немесе 3-тен кетті. Дәл осы сөздерді дәптерімізге жазып, жаттап алсақ болады. Себебі сағат айтқан кезде осы сөздерді де біз қолданамыз. Past кетті, to қалды. Жалпы past деген сөз кетті, яғни 00 минуттан бастап 30 минутқа дейін біз past сөзін қолданамыз. Ал 35 минуттан бастап келесі 00-ге дейін біз to сөзін қолданамыз, яғни ол қалды деп аударылады. Example, it's 5 past 2. Сағат 2-ден 5 минут кетті. Ағылшын тілінде сағат айтқан кезде it's деген сөз бірінші жазылады. Одан кейін минут жазылады. Мына жерде 5 минут кетті, міне 5 деп жазылып тұр. Одан кейін кетті, past деген сөзді қолдандық және ең соңында сағат тұрады. Сағат 2 ма? 2 қолданылып тұр. It's 20 to 8. Сағат 8-ге 20 минут қалды, немесе 7:40 деп айтамыз. Бұл жерде it's деген сөз айтылып тұр. Одан кейін минутты айтамыз. Одан кейін to деген қалды деген сөзді айтамыз. Және 8 сағат. Дәл осылай сағат бізде ең соңында жазылады. Міндетті түрде есте сақтап аламыз. Half past 1. Сағат 1:30 болды. Half past 2. Сағат 2:30 болды. Бұл жердегі half деп отқамыз жарты. 30 минут деп аударылады. Quarter to 2. 2-ге 15 минут қалды. Quarter 15 минут дегенді білдіреді. To қалды деп аударылады. Quarter to 3. 3-ге 15 минут қалды. Quarter 15. To қалды деп аударылады. Енді тағы да мысал келтіріп көрейік. 5 past 1. 1-ден 5 минут кетті. Міне, минуты бірінші тұр, одан кейін кетті деген сөз тұр, және сағат ең соңында тұр. 10 past 1, 1-ден 10 кетті. 20 past 1, 1-ден 20 кетті. 25 past 1, 1-ден 25 кетті. 5 to 2, 2-ге 5 минут қалды. 10 to 2, 2-ге 10 минут қалды. 20 to 2, 2-ге 20 минут қалды. 25 to 2, 2-ге 25 минут қалды деп сөйлемді құрай берсек болады. Міндетті түрде есте сақтап аламыз.
10-15, 10-нан 15 кетті. Ағылшын тілінде ауызекі сөйлеу кезінде past және to сөздерін қолданбай, осылай сағатты қысқартып айтсақ болады. Біз тіпті қазақ тілінде де қысқартып айтамыз, мысалы, сағат 2-ден 25 минут кетті деп қысқартпай-ақ, ұзартпай-ақ, оны біз 2:25 деп айтамыз. Ағылшын тілінде де дәл осылай қысқартып айтсақ болады. 10:30, 10:30, 10:40, 10-нан 40 кетті, 10 AM, таңғы 10, 6 PM, кешкі 6, noon, midday, талтыс деп аударылады. Ал midnight дегеніміз түн ортасы деп аударылады. Сонда mid деген сөз орта деп аударылып тұр. Ағылшын тілінде түске дейінгі уақытты айту үшін AM сөзін қолданамыз, яғни латын тілінен аударылған сөз болып табылады. Ал түстен кейінгі уақытты айту үшін PM сөзін қолданамыз. Бұл түстен кейін дегенді білдіреді. Қазір мысал келтіреміз. 6:25 AM. AM бізде түнгі сағат 12-ден бастап, күндізгі сағат 12-ге дейін айтқан кезде қолданамыз. Мына жерде 6:25 AM, яғни таңғы 6-дан 25 минут кетті деп тұр, 6:25. 6:40 PM. Ал PM деген сөз бізде ол күндізгі 12-ден бастап, түнгі 12-ге дейінгі уақытты айтқан кезде қолданамыз. Бұл жерде кешкі 6:40 болып тұр, 6:40 деп айтсақ болады. Яғни PM кешкі уақыт. Clock сағаттар. Кез келген қабырғада ілініп тұратын сағаттарды біз clock деп аударамыз, ал қолға тағатын қол сағатты watch деп аударамыз. Example, my watch, менің қол сағатым. Fast, озық деп аударылады, slow, қалық деп аударылады. Сағат айтқан кезде осы сөздер де бізге қажет болып қалады. Біздің сағатқа байланысты бүгін өтетін жаңа сөздеріміз осы болатын. Сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыздар және біздің арнамызға тіркеліп алыңыздар. Біздің YouTube арнамыздан сіздер ағылшын тілін оңай әрі тез үйренетін боласыздар. Және алдағы уақытта да біз сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Goodbye, see you.